Берсиса есімді бір адам бар еді. Ол ұзақ жылдар бойы оңаша жерде құлшылық етіп, күндіз-түні Алла тағалаға ғибадат қылатын, ешбір жамандық жасамайтын. Лағнет атқыр шайтан ол адамды тура жолдан тайдыру үшін түрлі амалдарға көшті, бірақ еш нәтиже шықпайтын. Ақырында шайтан жеңіл жолын тапты. Өйткені шейх Берсиса ілімі жоқ, бірақ құлшылығы мол тақуа адам болатын. Оның сыртқы ілімі болмағандықтан шайтанның алдауына түсуі оңай еді. Шайтан ақ сақалды қария кейпіне еніп, үстіне шапан киіп, қолына асасын, саусағына таспихын алып, шейх Берсисаның құлшылық ететін жеріне келіп есігін қақты. Шейх Берсиса есікті ашып, кім екенін, қайдан келгенін және не үшін келгенін сұрады. Шайтан былай деп жауап берді: мен дүниенің рақатынан бас тартып, бар өмірімді Аллаға ғибадат етумен өткізуді көздеген адаммын. Бір Аллаға жақын құл тауып, сонымен бірге құлшылық еткім келеді. Көп жерді араладым, бірақ сізден басқа ешкімді таппадым. Сіздің атыңызды естідім. Сізде тек Алла ризашылығын көздейтін адамсыз ғой. Мені қабыл етіп, бірге құлшылық етейік дейді. Берсиса оның шайтан екенін және өзін құлатуға келгенін қайдан білсін? Ол ұсынысты қабыл алды. Екеуі бірге ғибадат ете бастады. Уақыт өте берді. Берсиса құлшылық етіп, тамақтанып, кәдімгі адам секілді өмір сүрді. Ал шайтан болса, Аллаға соншалықты беріле құлшылық етіп жүргендей көрінді. Тіпті ішіп жемеді, ұйықтамай тек ғибадат етті. Берсиса жаңа досына таң қалып: ей Алланың сүйікті құлы, сен бұл дәрежеге қалай жеттің? Мен қаншама жыл ғибадат етемін, бірақ ішіп жеуден арыла алмадым. Ал сен уақытыңның бәрін құлшылыққа арнайсың. Маған да осы жолды үйретші деді. Шайтанның күткені де осы еді. Бұл оңай. Алдымен үлкен бір күнә жасап, содан соң шын жүрегімен тәубе етесің. Үлкен күнә жасаған соң Алладан қатты қорқасың. Сөйтіп мен сияқты барлық жаман қасиеттерден арыласың деді. Берсиса қандай күнә жасау керектігін сұрады. Шайтан қулығын жасап: сен ағылсаң болады деді. Берсиса: жоқ, оны жасай алмаймын. Шайтан тағы: онда адам өлтір. Тағы қарсы болды: мұны да істей алмаймын. Шайтан басқа амал тапты: онда шарап іш. Берсиса аз ойланып: бұл жеңілдеу екен, оны істей аламын деді. Шайтан қуанып кетті. Берсиса қаладағы шарап сататын жерге барып ішімдік сұрады. Оған ішімдікті әйел әкеліп берді. Ішіп отырып, Берсиса мас болып әлгі әйелге көз сала бастады. Шайтан да қарап тұрмады. Оның нәпсісін қоздырып, әйелмен зина жасауға термеледі. Мас күйінде әлгі әйелмен зина қылды. Өз ісінен қатты қорқты. Егер бұл іс әшкере болса, жұрт не дейді? Ойында әйелді өлтіріп, бәрін жасыру ғана қалды. Ол әйелді өлтіріп, мәйітін жасырып, жерге көміп тастады. Бірақ көп ұзамай бұл қылмыс әшкере болып, Берсиса ұсталды. Сотта оның кісі өлтіргені дәлелденіп, өлім жазасына кесілді. Дар ағашына шығарылып, арқан мойнына түскенде шайтан оған көрініп: ей досым, қалайша мұндай күйге түстің деді. Берсиса жалынып: ей Алланың сүйікті құлы, мені құтқаршы деді. Шайтан оған шарт қойды: сен менің алдымда сәжде қылсаң ғана құтқарамын деді. Мойнында арқан тұрғанда қалай сәжде қыламын? Басымен ғана ишарат етсең де болады деді. Берсиса басын изеп шайтанға ишарамен сәжде қылды. Сол сәтте арқан тартып, ол имансыз күйінде жан тапсырды. Ғылымсыз істеген амалдың соңы осындай қайғылы жағдайға жеткізді. Бұл хикая ілімнің маңыздылығын және шайтанның айласына ілімсіз адамның қалай түсетінін көрсетеді.